Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей, күні кеше Маңғыстау облысында Адай халқының өзіндік төл мерекесі 14 наурыз ұлы амал мерекесі өткен болатын. Сол амалға байланысты кезекті жаңағы 8 арыс Адайдың бірі Мұңалата ұрпақтарының ұйымдастыруымен ұлаламан бәйге болатын. Ұлаламан бәйгенің жүлдесі де осал емес, автокөлік болған. Сол автокөліктің жеңімпазы Даугүрең Сайгүліктің иесі Аман ағамыздың үйіне келіп тұр. Ал ендеше арнаға тіркеліп, біздермен бірге болыңыздар. Тамашалаймыз. Тасып жатыр бойда батыр рух, жігер толы жігіттерге рух. Тасып жатыр бойда батыр рух, сенің күрегіңде рух, жасай берсін мәңгі батыр. Мінекей, құрметті көрермендер, ассаламуалейкум. Жаңағы айтылған айтулы жүйріктің, Сайгүліктің иесі Аман ағамыз. Алла беке, бәйгеңіз құтты болсын. Атбегілікті жалпы қашан бастадыңыз? Атадан қалған кәсіп па деген сияқты? Жоқ, бұл атадан қалған кәсіп емес. Енді бұған дейін енді оралманбыз ғой, Бесқаладан көшіп келдік. Аржан сол Бесқалада Айтбай аға дейтін ұстазымыз болды. Айтбай шалосы өткіл Маңғыстау, Атырау облысы барлығы таниды. Солармен көрші болдық, кішкентай бәла болып, солардың қорасында жүгіріп жүріп, сол аттарына мініп, бәйгі бала болдық, тиіп қашып, сондайдан қызығып, келіп, содан қызығып кеткенбіз атқа. Ал өзіңіз сол былай ұстазымыз жол көрсеткен сол адам бізге. Атты өзіңіз атбегілікті қашан бастадыңыз? Сол кезде қастарына еріп жүріп, Қосай дейді, енді Айтбай ағалар неміз енді. Былай келгенде ұстазымыз Қосай біздің. Өткен жылы мына шетпеде дербі сатаны да мәшінен ұтып алатын жоқ. Қосай былай айтқанда ағамыз біздің ұстазымыз. Біз сөзбен қасына еріп жүрдік, көп затты содан үйрендік. Одан қалған жағында өзіміз ат жаратып бастадық. Қарақалпақстан елінде сол жақта бастадық. Бесқалада. Бесқалада бастадық. Біздің ол жақтан да көрермендеріміз көп. Сайгүліктеріңіз, қандай сайгүліктеріңіз болды ол жақта ат шыққан? Енді ат шыққан ол жақта соңғы жылдары ғой, мен сол кішкентай бала күнімде ат шапты, 2 айлау, 3 айлау, бір озасың, бір ұтыласың дегендей сөйтіп араласып қызығып жүрдік. Сол бері келе 2011-2012-лерде Торатын болды медет дейтін. Оның алдында Қасқат деп аталып кетті. Оны да сол қатарда ат шапқан нелер, үлкен ат шабатын, басбайға ат шапқан кісілер таниды. Сол Қарақалпақстанда шапқан. Соңғысы сол Гранзит деген атым. Енді ол менің қолыма келіп, аттың атына түспейді десен де болады. Екінші болған жері жоқ ол аттың. Неше бәйге сапты. 20 бәйгедей қостым. 4 жас, 5 жас, 3 жас, 4 жасында барлығында бірінші келді. Сонымен бері көшіп, атты тастап, осында көшіп келдім 2012-де. Содан осы жақта ат ұстап бастадыңыз? 2021-де кішкене қызығып, сол атты алып содан бастадым. Қайтадан, ол жаңағыдай қанмен келген ауру емделмейді деп па? Қазір көп жерлерде жазып жатыр ғой, жас балалар. Жұмыстарымызбен немен жүрдік, балдарымыз есі таныды. Оғанда қаражат керек, күш керек, жұмыс реттеп алып дегенде. Сосын қызығып. Сосын мынаяққа келгеннен кейін енді мен сіз танығалы сол жаңа 2-3 жыл болды. Сол кезде жаңа Қожа Тұмар, Аман торы дейтін. Аман торы енді бірінші танытқан. Келіп бірінші осы Бекет атаның неше жылдығы 2021-де болды ғой. Сол бәйге жете салмай кешігіп келіп, онан кейін 60 шақырым, одан кейін Ошақ шапқысын қылды. Сол жерді жеңіп алдық. Сол жерде бірінші бастап, сол жерде ат қосып бастадық. Ошаққа көшіп келген. Сол кезде бастадық. Бірінші бәйгеміз сол, бірінші бәйгеде ұттық. Аман торы аман қалды дейсіз ғой. Бірінші сол бастады. Одан кейін сол келесі жыл Қожа Тұмар. Негізі бірінші сатып алған атым Қожа Тұмар. Қожа Тұмар ол кезде осы қорада тұрды да, оны бәйге қосып алдық. Жас болып кішкене күшіне толтырып. Келесі жыл қосамыз. 3 жасар болды, 4 жасқа толғасын деп. Қожа Тұмар болды, одан кейін Аман торы келді. Қожа Тұмар тек міністе жүрді қолымызда. Аман Тұмардың. Қожа Тұмар, Аман Тұмар бұлай атаулы кәдімгі бәйгілері. Енді олар енді бір мақты, Аман торы деген атымыз осы. Сол жылы 3 бәйге шаптық, 2-інде ұтты. Россиядан келген аттар. Линиясы енді ағылшын ғой, таза ағылшын. Қожа Тұмарымыз сірі
соңғы жылдары жақсы бәйгелерде көрініп жүрді. Ол сол ненің Скайт Брайт деген аттың баласы, шеше жағы Билибой, Дагестаннан шыққан. Анау енді ол красный паспорт ол, Амантора. Акрамхан, әкесі шешесі секретлап бұл. Ал қазіргі таңда қораңызда неше сәйгүлік баптауда? Қазіргі таңда 5 нет атымыз тұр. Біреу кеше енді біреуін апарып қостық. Ол жаңағы Даугүрен. Одан мына екінші клеткеде Дерби деген атымыз тұр. Әзірше өткен жылы кетті. Сол сәйгүліктермен таныса өтейік. Неге құрметті көрермендер, Аман ағамыздың бапкері әйгілі Маңғыстауға айтқанда бүкіл Қазақстанға танымал кезіндегі Қоблан ағамыздың сәйгүліктерін баптаған бірнеше ондаған мәшін ұтып жаңа өзі айтып отыр, 50-ден аса мәшін ұттым дейді. Қыдыр ағамыз, сізге де құтты болсын бәйгеңіз. Ал ендеше Аман ағамыздың, осы Қыдыр ағамыздың баптап атқан сәйгүліктермен таныса өтейік. Мынау міне самға деген сәйгүліктеріңіз ғой да? Самға. Бұл сәйгүлік қаяқтан келген? Россиядан келген, былтыр келген. Россиядан келген. Былтыр октябрь айында келді. Сол октябрьдің 15-інде ме келіп, 22-22 күні ма, сол жерде ана Мырзаш ағаның 70 жылдығын. 70 жас тойында Аламан бәйгені ұтып алды. Мотоцикл ұтты. Сол өткен жыл тек бір бәйге. Кешегіде де көп жерде пікірталас болып жатыр, жаңағы сол ат па, Даугүрен екеуін шатастырып жатыр. Мырзаштың 70 жасын ұтқан сол ат или ол емес деген сияқты. Демек, бұл басқа сәйгүлік. Бұл басқа. Бұның линиясы? Бұл араб, француз араб, таза. Паспортымен. Әке жағда, шеше жағда араб. Жасы нешеде бұның қазір? 7-де қазір. Бұлай айтқанда жасын толтырып тұрған сақат дейсіз ғой. Иә. Ал келесі сәйгүлік? Ал мына сәйгүлігіңіз? Бұл Дерби дейтін сәйгүлік. Бұл да сол өткен жыл сол Мырзаш ағаң 70 жасынан бұрын Жаңаөзеннің несі ме? 55 жылдығы. Сонда топ бәйге салып, сол жерде 3-ші келген атымыз. Жандостың баптауында болды екеуі де. Сол кезде үштікке кіріп, Қаладенек жеңіп алған атымыз. Сол өткен жыл түскен бәйгесі сол екеуінің. Ал бұл да Россиядан келген? Россиядан келген. Линиясы? Линиясы ағылшын. Әке-шешесі жаңағыдай. Бұл енді паспорты жоқ. Бірақ ағылшын. Ал таңдағанда, бұл айтқанда қанына емес, бітіміне қарап таңдадыңыз ғой сонда? Енді әке жағының нелерін қарап осы мына Қыдырлар, жандостары бірігіп барлығы жан жағын қарады ғой. Біздікі тек алып беруші ғой. Сізге айтады ғой енді, осы сәйгүлікті бізге алып беріңіз деп. Келесі. Бұл аттардың бабы Қыдыр өзің. Әр дистанцияға әрқайсысын әртүрлі баптап атсың ба қазір? Мысалы, жаңағы самға бұйыртса ертең 22-сіндегі бәйгеге. Самға 22-сінде бір ашық оламыз. 18 километрлік бәйге ғой. Ал мұнанышы жаңағыдан? Бұл да бұйыртса майда қосамыз. Майда қосамыз деп. Кезекті сәйгүлігіміз? Тұман? Қаяқтан келген сәйгүлік бұл? Бұйрық деген аты. Тайында Ресейде Ростовтан келді бұл да. Тайынан бері сізде ма бұл айтқанда? Қазір? Қазір биыл құнан берсе. Өткен жылда 1-2 бәйге қатысқан жерінің бәрінде. Бірінші бәйгесінде Отпандағы неде тайында. Жаңа қашып шабатын тай ма? Үштікке кірді. Одан кейін мына екінші, мына жерде Алмас ағамыз бәйге бергенде, сол жерде екінші келіп бір жылқы ұтып алды. Онан кейін сол жазымен анау-мынау болып қоса алмай, сол жандосы дайындап, өзі күзде апарып, Бейнеудегі алтын тайды ұтқан осы тай. Күзде ноябрьдегі болған бәйгеде алтын тайды. Ана кішкентай группта болды ғой, Бейнеудің ішінде. Сонда жандостың өзі апарып, баптап, өзі қос сол жерде алтын тайды ұтып алды. Бұның линиясы? Ағылшын бұл да. Әке-шешесі? Әке-шешесі мынаны, шешесі қандай деді, Атбақсаны айтқан әкесі кім, не деді, Лаки Глори ма, солардың линиясы. Қыдырлар жақсы таниды, олардан өзі жүгірткен. Шында әбекең бапкерінің айтқанын алатын сияқты ғой, бұлай өзі линиядан... Бапкер солай ғой. Өзі линиядан көп жандай іздемейді. Осылар көрсет. Осындай деп, Ал бұны Қыдыр қаяққа дайындап атсыздар қа, құнан ғой мысалға? Бұйырса енді апрелдің ішінде бәйге болса қосам. Маңғыстаудың ішінде? Бұлай басқа облысқа шығатын жоспарларыңыз бар ма сәйгүліктермен? Бұйырса көреміз енді. Шабысына қарап дейсіз.
Иә. Бастап отыр бәйге. Иә. Ал енді тағы да бір ат бар ғой да? Екеуі бар. Екі кезекті сәйгүлігіміз. Бұның есімі? Ол Қаншайым дейтін. Өйт. Бұлды Қызылған деген. Қай жақтан келген сәйгүл? Бұл Ресейден келген. Бұл да Россиядан. Линиясы? Линиясы манағы айтып өткен. Қожа Тұмар деген неміз болды. Соның қарындасы. Со жағынан қазір. Көрген жерден көрек дедіңіз ғой. Сосын алдық. Оны мен өткен жылы бір қалай дейміз. Бір елден бір елге келсін, адаптациядан өте алмадым, өткен жылы келді. Бұл былтыр келген? Иә, бәйге қатыса алмадық бұны. Ал биыл? Биыл енді барлығынан өтіп алды бұйырса. Жаймен дайындалып жатыр. Қазір дайындық үстінде? Дайындықты. Майлы. Жас нешеде бұның? 5-те. Жасы 5-те. Бұл да жасын толтырып тұрған, көп үміт күтетін сәйгүліктің бірі ғой. Жақсы үміт күтіп отқан неміздің біреуі. Ал ендеше бүгінгі түсірілімнің басты кейіпкері Даугүреңге келейік. Жабуын шешіп көрсін көрермендер. Сын айтсын. Айтқанда дейтін жүйкен тоздыратын бәйге болды кешегі бәйге дейтін. Тартысты бәйге болды. Жылдың басы 33 километр дейтін ол негізі оңай шапы. Оңай шабыс емес ол. 33 километр дейтін. Халықта жиналды, бәйге де берді, бәйге де деңгейінен жоғары өтті. Керемет бәйге ол, керемет. Бұл енді YouTube арнамызда Қаралымның өзі айтып тұр, қандай деңгейдегі бәйге болған. Бүгінгі, жаңа айтқандай, бүгінгі түсірілімнің басты кейіпкері, бұл айтқанда дейтін Адай халқының намысын қорғап қалған сәйгүлік десек те артық кетпейміз. Даугүрең атты сәйгүлік. Басты сұрақ, әбеке, неге Даугүрең? Көбісі шатастырады, Даугүрең дейді біреулер мысалға дейтін. Сұрамайтын сұрақты қоясыңдар ғой. Енді халық білгісі келеді оны. Бұл Даугүрең емес, Даугүрең. Бұл алғанда қалай, дау болды ма, әлде дауыл болды ма? Баптикері сірә осы қыдыр кішкенде алғанда осы Россиядан кет, Қалмакия жағына. Келгеннен кейін кішкене ат ауырды, үйтті бір інілеріміз бар еді арада бір неде жүрген. Енді қарайған ақшаға ат сатып алғасын. Ол ат келіп мұнияқа дымға жарамай ауырып жатқасын салаңдап. Дау болды. Жақсы дау болды. Соның үстінде Даугүрең болды. Ақшаны кері салып алатын жағдай болды. Енді түрлі жағдай болды. Ақшаны салып алып, атты қайтып, ақшаны да алам, атты бермеймін деп ренжіп мен. Сонымен сол бір ағаларымыз шығып, қой аман енді не істемей жас балдар қателескен шығар деп сол бір ақылын айтып, енді ашу болады ғой ақша жүрген жерде. Одан жарайды, сонымен бір сенің атағын шығарайын тұрған деп. Ат шығар сонымен қорада қалды, одан кейін сат жіберем деп отқан жерде осы қыдыр келіп, енді бұлай балдызым, кішкентайымнан бірге өскен інім бұлай қарасам. Қазір балдыз болды одан берді. Кезде осы атқа тимеш. Алла не берсе, осы атпен мен саған мәшін өтіп берем де, дәл осы қораң есігің алдында тұр. Сонымен қалып болмаса сатылып кетейін деп жатқан жерінен. Даугүрең содан тұрдым да ертең. Басы даумен келген ғой, бұның атын Даугүрең қоям дедім. Солмен Даугүрең кетті. Кеше балдар анеқа бар, басқа ат жаздырған шығар десем, жоқ қыдырда бар, сол Даугүрең деп жаздырған екен. Күнде айтылып жүрген ат. Ал бұны таңдаған кезде қыдыр сен болдың ба? Бұл атты таңдағанда бұл атты ешкіммен ойласқан жоқпын. Кішкене ол кезде тренерім Жандос. Ана басқа аттарыма қарап не істеп жүрді. Сосын аттарыма көңіл толмай мынау Қалмакияда мәшине тіккен жерде екінші келді. Сол шабысын көрдім. Онан кейін сол 21 октябрь күні мен Самғамен жаңа 21 километрді ұтып алған күні, ол Қалмакияда тұрып, сол жерде 20 километрді ұтып алды. Сол жерде жаңылеріміз видеосын тастап, аға мына жақсы ат деп. Содан алып, кішкене бір иық жағынан аздап проблемасы бар екен. Суставтан? Содан аяғын сылт көк, оның үстіне кішкене сквозняк ұстап қалған, шауып шыққан ат. Келем деген тоңып, ауырып, беті бері қарамай. Содан кішкене дау болып сол ғой, даудың басы.
Сонда бұл былтыр демек, былтырдан сіздің қораңызда. Былтыр так ноябрьде келді. Иә, сен қашан алдың қыдырбыны баптауға? Мен осы жыл дайындап бастадым. Осы жыл дайындап бастадыңыз, иә? Сонда неше ай дайындалды? Ашты 3 ай дайындалды. Өзіңнің қарауыңда. Өзімнің қарауымда. Осы Қызылтөбеде дайындадыңыз ғой да? Қызылтөбеде. Сіз өзіңіз негізі Бейнеуде тұрасыз. Бейнеуде бар. Ал бұлай бұның бабының ерекшелігі. Бұлай айтқанда басқа аттардан мінез құлқы. Бұлай негізі кеше бәйгеге қарасақ бір тыныш ат сияқты, бағынышты. Бағынышты мінез бар енді. Мінез бар кәдімгі. Қорасында кәдімгі жиын апарған кезде шайнайды бәрі. Солай ма? Ал бұлай бабы жағынан? Бабы жағынан да дейлер жақсы, бұлай күшіне бәрі бойында шаршамайды. Тренировка жеңіл өтті ма, ауыр өтті ма деген сияқты. Бәрін өтірдім бұл. Осыны кеше. Көтерді. Көңілмен шықты. Иә, мінекей, ал әбеке құпия болмаса бағасын айтсаңыз бұл сәйгүліктің. Қаншаға келеді бұл? Миллион рубльге сатып алдым да, сол кезде 5 миллион салып берген ақша 5 миллион 80 мың теңге ақша болды. Үйге келгенше? Жоқ, салып берген ақша миллион рубль, 5-те неше болды, бірдеңе болды. Сонымен 5 миллион 80 мың ақша болды. Сонымен Атырауға кіріп келуге жалпы 5,5 миллионмен келді Ақтауға дейін. Бұлай енді Алланың қалауымен дегенмен көлік ұтты деген атаудың өзі ол берді кеше ұтты. Адам ат шаптырғанда бәйге үшін, жүлде үшін шаптырмайды. Жаңағы бәйгенің басындағы адреналин ғой, нағыз керегі. Және де өз есімін қалуы. Олай бәйгеге келетін болсақ, кешегі бәйгеде рация Қыдыр сенде болды. Бәйге бала кім бала болды? Балам өз інімнің баласы. Өз үйіңіздің баласы? Иә, үйіміздің. Есімі? Мейрамбек. Мейрамбек дейтін. Ол баланды мен көп жерде көріп жүрмін. Бая бір рет Тасқалаға бәйгеге барды ғой. Иә. Тасқалаға бәйгеге бардық дейтін. Аттар таныстырып жатыр да жаңағы. Маңғыстау деп айғайлайды. Камераға түсіріп тұрып жаңағы кезде. Маңғыстау деп. Сол кезде де бір келді ма, екі келді ма, не істеді? Тасқалада қайтқа шап деген. Тасқалада бір атқа шауып, сол бала жүлделі болды әйтеуір. Одан Тильманда да сіздің атыңызға бір шауып бәйге болды. Қожатмарға шауып. Көп былай негізі додаларда жүлделі болып жүрген бала, мықты бала. Кеше видеодан да көрдік. Ат ұстауы жаңа. Соны былай айтқанда дейтін енді кеше тартысты бәйге болды. Тартысты болғанда жаңа Мустанг, Сильвия қарсылас. Бұл енді соңғы жағына Мустанг екеуі қалды. Мустанг екеуі қалғанда рациядан енді қызығы, бәйге баладан сұрайтын сұрақтар ғой негізі. Өзі сабаққа байланысты алмай қалып тұр. Қуып жеткен кезде қалай болды? Қандай сезімде болдыңдар өздеріңіз? Бұл айтқанда дейтін қуып ұстасты ғой екеуі келіп. Енді атымыз жақсы келатыр сезіп тұрып қой. Енді қанша айтқан мен сызықтан өткенше. Кішкене жейкон тоздырдық дейсіз ғой. Бұлай 10-шы групптан уже қаштыңыз ғой сіз? Мен сол 7-ші групптен жетіріп қойдым ғой алды жағына. 6 группқа дейін соңғы жақта жүрген. Вообще соңғы жақта жүрген. 3-ші, 4-те отырды. Күшін жұмсатқан жоқпын. 7-ден уже алдыңғы топқа қосылған. 4-ден бастап 11-ші группте балаға бас сердім ғой. Дым айтқан жоқ. Жоқ, 11-ші групп емес. 10-ші группқа кеткен кезде 4-де қашып бастады бұл уже. Артынан екеуі қуып бастады. Жақында отыр. 11-де уже соң группте шығар сол. Соң группте шығып кетті. Оған дейін артынан жетіп отырды. Соң группке 4-ге барғанда шығып кетті. Бұлай енді бала, бәйге бала сіздің айтқаныңызбен тыңдаған болса, әдем отыр. Жан бастап. Әдем бала не жоқ. Бұлай енді, бұлай қарасақ, пішімі кішкентай ақ. Пішімі қоланда аттайындағанда жекпот деген ат бақылды. Талай жерде дода жарған сол. Дәл сондай ма? Жекпотты көргендей болды. Жоқ, бойы аласа деймін да, бұлай айтқанда. Ары айландырып қойды. Бізде Маңғыстаудың атбегілері көбіне адымды аталады ғой. Үлкен аттар көбіне келетін, солай емес па бізге? Баяғы Қожатұмарыңызда, Аманторыңызда кішкентай ат емес еді оларда. Оларда бойлары жақсы бол, Амантор үлкен сәйгүліктер еді. Мінекей құрметті көрермендер, бұл айтқанда Даугүрең сәйгүлікпен де таныстық, Аман ағамызбен де таныстық. Бәйгелеріңіз көп болсын. Әлде де осындай түсіріліммен келетін болайық. Ат қораларыңызға. Рахмет сіздерге де сыйлап келіп атқаныңызға. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп, біздермен бірге болыңыздар.